Достар, сендермен бірге мен Мерлин, қалайсыңдар достар? В общем, бүгінгі роликта достар өте керемет видеоролик. Қандай видеоролик екен превьюдан немесе видеоның атынан көріп отқандарыңыздай, бүгін бізде Фодидің үйіне обзор, мына артында тұрған, үй бізде Фодидікі болып табылады. Қазір соған кіріп, ішінде не бар, соны бүкілін бақылайтын боламыз. Ал сендер болсаңдар видеоға лайк басып каналға тіркеліп отырыңдар, және де мынау менің серверім каштюбке кіріңдер. Фоди біздің серверде енді официально видео түсіріп, енді официально ойнайтын болады достар. Сендер де кіріп ойнап кетіңдер, IP порт бүкіл описаниеда болады. Ал ендеше достар, біз видеоға қарай кеттік. Гоуте. Ал достар, мінекей бізде мынау Фодидің үйі өте керемет стильде. Міне Фодидің үйі ютубқа тіркел дейді. Әрине ютубқа сен әрқашанда тіркелеміз. Фоди әрқашанда биіктерден көріне бер дегіміз келеді. Мынау біздің каштюбтың қаласы. Мына жақта Макдональдс. Мына жақта әркім өз үйін соғады. Сендер де соға аласыңдар. Мысалы келесіңдер мына жақтан тупа жол салып, мына жаққа өз үйіңді құра берсең болады. Осылай кете береді. Бүгін бізде Фодидің үйі. Сенбесеңдер достар, міне регион Фоди МКП Фоди топчик. Нигін көріп тұрсыңдар да. Так, вот, міне мен кіре алмаймын бұл жаққа, но мен осылай кіріп кете аламын. Болды. Фокус көрдіңдер ма достар? Ең алдымен үйдің айналасына обзор түсірсек. Опа, өзін қойып қойыпты. Мынау типа груша ғой, мынау типа, мына мен ұрады, мынау груша, мынау типа мынаны ұрама бір бәле, мына жақта турник. Бүйтіп істейсіңдер, бүйтесіңдер да. Хоп дейсіңдер да, мына атын ұмытып тұрмын. Бұл да бір не ғой. Опа, мына жақта Фодидің заттары, негізі магазин ғой мынау. Понятно, мына жақта бізде қазір біз онда Фодиге кішігірім подарка жасап кетейік. Так, пост 1, позиция 2, сет 9 дейміз. Так, не лагай интернет. Интернет кішігірім қатып отыр. Ренжімеңдер, әрине. Міне тұрғы, бір басасыңдар. И все, мә саған Фоди. Мына жаққа бір нәрсе істепті, ол енді мен жұмысым емес, ал енді негізі мына жақтан кіру керек. Мына жақта ғой. Вот мына жақтан кіресіңдер негізінде. И кірсек, мына жақта кәдімгі енді обычный үй ғой. Вот мына жақта типа телевизор, өте керемет, дизайны өте қатты ұнады. Так, тағы не бар? Мына жақта балкон. Мына жақта шай ішіп тұрады, қатынымен десең. Вот, мына жақта өзінің жеке спальня. Понятно. Мына жақта компьютері. Күшті, өте күшті. Стоп! Бұл не дыбыс? Достар, мына дыбыс естіп отырсыңдар ма? What the fucking shit? Стоп. Мына жақта бір нәрсе дұрыс емес, достар. Тем более қараңғы батып келе жатыр. Мен өзім қорқып жатырмын, еще үйде жалғыз отырмын, достар. Мына жақтан бір дыбыс естіліп жатыр маған, достар. Мына жақта маған бір дыбыс естіліп жатыр. Бұрыштарды қарап шығаш. Мына бұрыштар жоқ сияқты. What the fuck? Ебать, Фодидің үйі мынау, достар. Мынау жаңа обзор жасап жатқан Фодидің үйі. Қарап отырсаңыздар, міне Фодидің үйі. Міне Фодидің үйі деп өзі жазып кеткен, чтобы бүкілі біліп жүру үшін. Ана жақта бізде бір нәрсе тұр. Не люк мынау, достар. Тұрыңдар. Қараңғымен кішкене күшті болсын.
астында жұлдыздар әдемі болып тұр. Короче, кіріп көрейік онда достар. Опа. Ебать. Фоди, что это? Еба. Сонда Фодидің үйінің дәл астында. Ебать. Мына сундукта не бар сонда достар? Мынау қанба немене? Борщ дей ма? В общем, достар, осы видеоның жалғасын көргілеріңіз келсе, осы видеоға примерно 10-15 лайк жинап кетіңдер. Короче, наны мен ақтармай қоймаймын, себебі достар, дәл Фодидің үйінің жанында бұндай нәрсе болу өте таныс жағдай емес. Себебі дейтін достар, Фоди дейтін қызы мкпдегі видеостар ютуберлердің бірі. Сондықтан да достар, мен келесі бөлімде достар, бұл істі кім жасаған және оны тауып достар, мынау біздің Кастюб дейтін қаламызда мына полицейский органдар бар. Арнайы міне полицейский орган. Осы полицейский органдарға келіп мен заявление жазатын болам, және ол тұтқынды тауып осы түрмеге жауатын боламыз достар. Бірге келесі сериясын көруге асайық достар. Сендермен болған мен Мерлин, амандықта жүздескенше, чау.